Менің атым Нұргелді. Эфирге шыққан себебім Қазақстан мемлекетінің барша банкілеріне айтатын бір талабым бар. Қай бір жағдайда бір адамға несие бермей тұрып, оның туған туысқандарына тікелей хабарласыңдар, оны ескертіңдер. Мынандай бір оқиға болды. Менің ұлым небары 18 жасында бір алаяқтарға ұрынып 1,5 миллион теңге оларға алып берді. Ол жағдайдың мазмұны былай екен. Қысқасы, бір алаяқ компания елдердің бәрін шақырып, пирамида ойын ойнап, бәленбай ақша құйсаң болды, 3 айда байып шыға келесің деп, бүкіл адамдарды алдаған екен. Соған мен де балам ұрынып қалды. Сонда менің таңғалып тұрғаным, ана балаға, 18 жаста балаға банк қызметкерлері несие беріп тұрып, неге маған әкесіне хабарласпады? Банктың нелеріне мен таңғаламын мен. Өзінің жұмыстарына берілді, болды, алды, төлейді дегендей. Сондықтан талабымды орындаңдар, барша банк қызметкерлері, орындаңдар талабымды. Бұдан былай қай бір жағдайда қай бір адамға несие бермей тұрып, оның туған туысқандарына тікелей хабарласыңдар, берейін ба, бермейін ба деп. Өйткені оның ар жағында үлкен жағдай жатыр.